Ассаламу алейкум, урметлі сейерчилер, Мубарек Джума күні хайырлы болсын. Милли телеканалында хаберлер, студияда мен Мухаммед Зикриев чалышам. Біз 28-ге кірді Крым Жумхуриет күні хайт етмеге азырлана. Күчлілерден күчлісі милли күреш бойынша абсолют чемпион Илимдар Саидов насыл мақсатларынан яша екен. Кереч боғазындан кечкен демір yolының 1 километрі тошылды. Қырым көпірінің демір yol қысымы белгіленген мүдеттен әвел ача білелер. Ибадетханелеріне тек жедвел бойынша базада есе пара архалы. Ақярда ерлешкен Святой Владимирның кілсесіне Херсонес Таврический қорулығының харабулары кеч, қалғанларыны кечірмелер. Фокусларны ве нефес чалғы алетлеріні не бірлештіре. Генч ислам виджат ось истидатларнен айретте қалдыра. Бұ ве башқа хаберлер ақта шымды кечі қышымызда. Сергей Аксенов Башқұртастан Жумхуриетіні зиярет етті. Бұ зияретінің мақсады иқтизадиетінің чешіт саларында олған тәжірибелерінен пайлашымақтыр. Қырым елбашчысы енді Башқұртастан Жумхуриеті елбашчысы вазифесін вақтынча эда еткен Ради Хабировнен көрешті. О Сергей Аксеновға Сибай шерінден 500 баланы Қырымға аратламаға еланалажаға ақта қарар қабыл еткені себебінен тешікірлеріні білдірді. Белі олғанны кібі бұ шерде ава болышавынен проблемелер пейда улган еда. Дружба, она заключается в том, чтобы друг другу плечо подставить, когда тяжело. Я принял решение и подписал указ о награждении вас орденом дружбы. И с вашего разрешения я хотел вас этим поучаствовать. Спасибо. За большой вклад в укрепление сотрудничества между Республикой Башкортостан и Республикой Крым орденом дружбы народов награжден Аксенов Сергей Валерьевич, глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым. Қырым елбашчысының ось невбетінде региональ арасында фаль ишбірлік алып барылғаныны хайт етті. Бойым тижарет МУССлер арасындaki иш саларына айет. Туристик ахымда тоқтамай арта. Я думаю, что мы получим такой новый толчок к развитию экономики, экономических отношений между нашими республиками. Вот в этом, я думаю, что будет залог успеха развития наших регионов, всей нашей большой страны России. Тем более наш президент сейчас уже поставил задачу всем регионам решать вопросы в части реализации национальных проектов. Вот делимся опытом, лучшими практиками, то есть и вообще, то есть методиками, подходами, то есть к решению этих задач. И уверен, что вот при таком подходе все у нас с вами получится. Қатыратамыз 2014 апрелінің 23-шінде Башқұртастан Жумхуриетінің зияреті Китышатында Қырым Назерлер Шурасы ве Башқұртастан акимиеті арасында аллашма имзаланған еді. Шымды андан ярамадамызға ашайт ве истисал техники мақсуатларыны кетіріле. Бұндан да ғайры Қарасух Базар районы Башқұртастан Жумхуриетінің шефлі алтындаки регион сайла. Регионлар арасындаки ишбірлік дечешіт енілішлерді алып барыла. Истории достоинства от Владимира до Владимира. Қырымның Девлет Шурасында ресімлер сергісінің тантаналы ачылуы кечті. Бұ Одессиде Жумхуриет күніне бағышланды. Экспозицияны Генч тарихи меденет фестивалінің халип ішлері ачылды. Бұ күнда бір парлақ тедбір еле ақлымызда қалды. Onlar же Қырымлылар Қырым Жумхуриетінің Девлет мүкебатларына наилі олдылар. Тафсилатлы жабызым невбетті кемлей хамызда. Мейданға давет етілген ресамлар өзлерінің невбетіки мүкафатларыны әлде етмек үшін бұйық мемнениетнен чықалар. Ярмадамыздың əsas биналарından бірісі тамам оларының ресімлерінен ярыштырылғандыр. Экспозицияда фестивальде бұрынжы ерлеріні алған 49 иш тақдим етілді. Ама бұл ерде оларының репродукциялары нумайш етілді. Керчек көлемлері есе айретте қалдыра. Для того, чтобы написать картину, связанную с историческим эпизодом из жизни страны, нужно знать этот исторический эпизод и героев, о которых ты будешь писать. Картины могли быть индивидуальные, а могли быть командные. Фестиваль тап 2016 сенесінде башлаған еді. Кечкен сенеден берлі экспозиция Нижний Новгород, Омск ве Краснодар шерлерінің сергі салонларыны яраштырды. Яшве алчақ гоноле истедатлар арасындан чоқысы мувафақиет қазанырмыз деп белемеділер. Я очень довольна итогами фестиваля, потому что я не ожидала, что наша работа займет место, и мы куда-то вот поедем.
Кырымлыларның бұйық яшта алған темсілжілері де мувафақиет қазандылар, ама бұл сефер беде йөнеліште дегіл. Мукафатларнен ожалар, алимлер ve артистлер тақдирленді. Қырым Жұмхуриеті Девлет мукафатының лауреаты унванына Татарстандан келген Мусафыр Данаил олды. Ярмадамызда оның ады «Созвездие Йолдызлык» адлы генчлер фестивалінден белі. Мы работаем с Республикой Крым, с крымско-татарскими диаспорами для взаимопроникновения, взаимоподдержки наших культурных кодов великого крымско-татарского народа, великого народа Республики Татарстан. Это великие культуры, которые сохранили свою первозданность. Истифада кемелес подполковника Мехман Мамедов и Сеузунан Эдибе сырлерынен таджиплендерді. Потерянная пуговица ве мечты сбываются. Адлы криминаль романларның вақалары кечкен асырның 90-ның сенелерінде олып кечкен керчек вақаларақта малюматташи. Исходя из этих произведений, можно сказать, что основная цель автора направлена на то, чтобы настроить сотрудников полиции, сотрудников правоохранительных органов не только на раскрытие преступления, а также на то, чтобы добиться восторжествования справедливости. Кырыма кемиетнің векілері қайдеткенлеріне көре тамам бұл инсанлар ярмадамызның элит гражданларыдар. Более позитив ноқтада Кырым январьның 20-сіне белгеленген Джумхуриет күніні қайдатып башлады. Фатиме Сейдаметова, Магомед Нестуров, Милет Ичун. Ибадатханелеріне тек жедвел бойынша базада пара арқалы. Ақярда ерлешкен Святой Владимирның кілсесіне Херсонес Таврический хорулықларының қарволары кеч қалғанларыны кечірмелер. Күнке қабға масқаралыққа етті. Милад байрамы күні кілсеге келген инсанларға кірмеге изін бермежеклер. Тавсилатылы жабызым Лейфхамызда. Январь 6-сы ақшам Свято-Владимир Ибадетханесінде тапынмаға келген 100-ден зәйді инсан бұл ақшамларыны өмір бойы хатырлажақлар. Беле олғаны кыбы кафедраль собор Херсонес Таврический тарихи меморий комплексінің территориясында ерлеші. Анда 987 сенесі Киевлі князь Владимир Вафтис холынғаныды. Бүтін христианлар үшін бұл мұхадес ер сайыла. Ибадетлеріні еріне кетірмеге естегенлеріне бақмадан қоруқ-қорувлары әрдайымында кечівні қиынлаштыралар. Заходя в Совет Министров, в общем, был приятно удивлен, что у нас не проверили сумки, не вытряхнули их, и карманы не проверили. К сожалению, когда наши православные проходят в Херсонес, у них проверяют личные вещи, проводят досмотр. Священнослужители, которые въезжают на автомобилях, и автомобили снабжения собора, которые въезжают на территорию, они досматриваются, проверяются. Более того, проверяются не только при въезде, но проверяются еще и при выезде. Келсеге ел тамам қорықның территориясындан башлана. Ибадет етмеге келгенлерінің түшкірівден ғайры пара төлемеге мечбур етелер. Шымды кечмек үшін 100 рублей керек. Ама протоиерейінің сөзлеріне көре, яз мевсімінде буфет 500 рублеге ете. Бір адам бұ қадар пара беріп оламай. Ерлі сәкенлерден ғайры азиз ерге бінлерже инсан ұзақ ерлерден келе. Проблемсіз бұ ерге тек ахяр пропискасы олған шақыслар кече білелер. Я считаю, здесь тоже совершенно нарушены права людей. И хотелось бы тоже еще высказать мнение, а чем севастопольцы с пропиской особенно отличаются от крымчан? Чем они отличаются от тех же людей в России, которые 5 лет назад единодушно поддержали наш выбор? Они теперь будут приезжать в Севастополь, и там будут встречаться с тем, что проблема обелечивания. Заплатите, пройдите, но заплатите. Конечно же, это серьезные нарушения. Кремль, Хансарай кыбы территорияларында эмжамиемді собор ерлеші, ама ичбір вақыт иман еткен инсанларында кечмек себебінен проблемге рас келмейлер. Бүгін зидетіні суббет вастасынен чизмек үшін Херсонес Таврический қорықының реберлігі келгені yok. Төгерек маса башланмасына ярым саат қалғанда олар Девлет Дума мебусына Руслан Бальбекке хабер еттілер. Келмегенлерінің себебі крещение байрамына асырлық себеп олған екен. Бұна бақмадан протоиерей Сергий вақыт тапты. В первую очередь, это неуважение к органам власти, к высшему законодательному органу страны и, конечно же, неуважение к верующим, к православным, так как мы лишены были возможности услышать противную сторону. Все-таки хотелось бы услышать, чем мотивирован руководитель и в целом руководство
музея-заповедника в части ограничительных мер по отношению к верующим. Конечно, во всем этом будем разбираться и наведем порядок. Уверен, что обеспечим для православных прямой, открытый и свободный доступ как к храму, Владимирскому собору, так и ко всем святыням, к купели, в которой крестился князь Владимир. Протеерей Сергий Руслан Бальбеке экибинден сәйді инсанның аризаларını берді. Бұнда да ғайры беле олғаны кібі, январның 18 ve 19 күнлері музей қорықның реберлігі саба сат 7-ден ақшам сат 8-ге қадар келсеге кечітні açacak. Келсеге кырыш әр вақыт сербес олмалы. Ve bu meselenin оғрашқан әркезнің өгінде шымды айны bu мақсат тұра. София Шукурова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Кефешер шурасының мебуслары Сергей Бавтуненканың назметіні шер мемориет ел башчысының бірінші муавины вазифесіне тайынленмек қарарынен разы улдылар. Бөлі қарар алмақ үшін эпосы 26 мебус рейберді. Қатырдатамыз шер ел башчысы вақтынжы эда еткен вазифесіне Сергей Бавтуненка январының едісінде тайын етілген еді. Шукуны сабақ мэр Сергей Фомич, Жемхурет ел башчысы Сергей Аксеновның талабынен іштен боша алмасы ақта ариза язған еді. Себебі Акимиет тарафындан шеріндегі проблемлеріні чезілмесі үшін қойылған вазифелерінің чезілмесі олды. Бұндан да қайры бүгін Кефешер шурасының мебуслары Анжела Сюрдюкованы сайладылар. Гізлері Иберов нетижесінде бөлі қарар алмақ үшін 23 мебус разы олды. 3 мебус ісе тарафсыз қалдылар. Рейберовның нетижелері илан етілген сон Сюрдюкова ант етті. Бұндан әвел о Кефешерінде бірінші санылы музыкал мектепінің мудері олып чалышайды. Қаталатамыз шер шурасының ел башчысы да иш топлашу кетешітінде Жемхурет ел башчысы Сергей Аксеновның талабынен іштен бошаған еді. Ғалебен олғанны бұл инсан чоқтан біле. Мили көреш бойынша 34 яшлы чемпион Илимдар Саидов көрешів инжеліклеріні яқшы біле. Спортчы өз муафақиетлерінің сыраларыны бізім мұхбирымыз Сабрия Алимоваға açты. Я очень люблю бабашку. Бабака мой чемпион. Юзунде бақт ветебесем бу яқын инсан için ғорор doğusunun aksıdır. Амин дегер баларнен бірлікте бабасы алып барған идмалардан ич бірісіні қачырмай. Бабасы исе әнді олар için en güzel нөміне олды. Я занимаюсь 1 год. У меня много друзей. Я люблю тренироваться. Я 2 года занимаюсь курешем. Юбарланов сальта чатышмалар вет чоқысы дегер межгулетлер. Олар эпосы бір-біріне ошамайлар. Ләкин мақсадлары бір. Спортчыны месулетлі көрешке азырламақ. Ве ярышларда бойюк усталығыны нумайыш етмектір. Көреш бұнедір. Ве көрекчі кілемде рақыпны көреклеріне ятқызмақ үшін озыны насыл алып бармалы. Бұларны эпосыны бұ балалар балалықтан білелер. Сила, мудрость, опыт, смелость, друзья, победа. Это все куреш. Илимдар Саидов милли күреш бойынша чемпионатының абсолют чемпионы олды. Оның сөзлеріне көре бұл муабет спортив қоранта. Афтада 3 кере бұл ерде топлана. Қатнағанларының яшы фарқлана 3 яштан 50 яшқачы. Бұл ерде келечек чемпионлар идмалар кечірелер. Илимдар өз тәжірибесі ве ұсталығынен пайлаша. Бұға шүбесіз оның аққы бар. Бұл құшақның сайбы Илимдар Саидов о күреш чемпионатында бірінші ерні алды. Ветамам бұл ғалебе оның спорт хазинесіні толғырды. Бұл Илимдарның бірінші ғалебесі дегіл. 34 яшлы спортчы әнді Авропада ғалебе қазанды. Ве қалқара класс ұстасы унванына нәйіл олды. О сербест күреш ведегер күреш чешітлерінен оғраша. Ләкин 11 ел евелсі милли күреш оны мефтун етті. Ве әнді о бұны өз ғалебелерінен таздықлай. Скажите, а как вы считаете, в чем ваше преимущество по отношению к другим соперникам? Как вы считаете, что является вашим козырем? Чего боятся спортсмены? Ну, бояться нет, они просто опасаются приемок, например, да. Ну, моя, наверное, скорее всего в том, что я более опытный. Просто я как бы не... Ну, мы долго занимаемся уже, и, скорее всего, за счет опыта я обыгрываю более молодых спортсменов. Что победа означает? Победа означает, в первую очередь, ты для себя говоришь, что ты на данный момент сильнее всех как бы среди борцов в Крыму. Ну и какая-то материальная помощь. За пояс я боролся с Марленом, он с Кировского района, победитель до 90 килограмм. Мы как бы друг друга знаем, в прошлом году тоже с ним боролись.
в этот раз получилось победителем. Илимдар тамам бойле кейфе ниетнен галибе казанды. Она якынлары кол туттылар. Досты исе буюк бакшыш япты. Onun шерефине Куреш клубыны ачты. Илимдара я давно знаю. Он очень отзывчивый человек, очень добрый. В одном человеке не перечислить доброты и качества. Вот. И я думаю, что ему очень приятно, что в честь него все-таки он заслужил за столько лет жизни мастер спорта международного класса. Илимдарнын фикріне көре инсан өз білгілерінен пайлашмақ керек. Чүнки усталық несілден несілге кечмек керек. Бұнсыз олар yok олар. Өз галибесі вечоқтан чоқ медаллері için о дайсына тешкүрлер білдіре. Чүнки бұ инсан илимдарны шу спорт чешітіне алып келді. Медаллерінің сайысы есе енді 100-ден ашты. Тамам шу себептен спортчы өз севгісіні балаларға бағышлай. Қазанған параларны да спортчы янны спорт салонның құру жоламаға қарар алды. Сағлам бедінде сағлам рух дегенлері doğırdır. Balalar ise Kırım'nın geleceğidir. Sabriya Alimova, Akim Bekirov, Millet için. Hatırlatамыз, Олимпик чемпионы Рустем Казаковның адына милли күреш бойынша чемпионат январының 12-сінде Локомотив спорт комплексінде кечті. Абсолют чемпион Kia арабасы ве 50 бинні пара мукафатын әлді етті. Бұндан да ғайры Учлада Грант арабасының сайплері белгіленді. Ама бұда эпысы дегіл әкінші ерген әл олған спортчы 100 бин рублені қазанды. Үшінші ерге қалған күрешчі есе 50 бинні рублелік сертификатнен тағзирленді. Чемпионаттан сон тешкілетчілар спортчыларыны қошмау мукафатларынан тағдирлемеге қарар алдылар. Русияның шымдыки чемпионы Азамат Сейітов ве судақы күрешчі Делвер Сейдалиев 30 бинлік сертификатларыны әлде еттілер. Хатырлатамыз, чемпионат Девлет Дума Мебусы Руслан Бальбекнің тешебюсы ве Қырым Жемхуреті елбашчысының имайет алдында кечті. Қырым көперінің Керіч тарафындан демір еліні бірінші километріні әнді төшелді. Құржылар рельслеріні ерлештіріп башладылар. Рельс еліні ил километрі әнді бар. 1,5 километрге қадар станцион месафей азыр. Керіч боғазының қаршы тарафындан, яғни тамандан демір елівлар көпірге келіп қошылажақ. 40 километрлік екі тарафлама еліні чекелер. Бұл месафенің уст ішлері әнді толу дәрежеге бежерілді. Тірі яқылған құрбанлар Исмаил Гаспринский адына китапханесінде ұлы сала көйінің фаджасы деп адландырған қатыра сергісі açıldı. Оны көй йоқ етілуінің 75 елығына бағышландылар. Экспозицияның Қырым партизан әрекетіне бағышланған весихалар ве нешірлер тақдим етілді. Тедбірде алимлер жемат әрбаплары ве бұ көйде доғанлар іштірақ еттілер. Бүгін бұ ерде синапная көй ерлеше, ама ұлы сала бойле фаджаға оғраған көй екене дегілдір. Мы выпустили книжечку о сожженных деревнях, где впервые в истории Крыма мы перечисляем все 127 деревень. Наша задача и цель такова, чтобы были памятные знаки во всех селах, там, где были сожжены. Наша задача, чтобы были какие-то там памятные установки, чтобы люди об этом знали и приносили цветы, и чтили память, знали свою историю, знали свой край. Это нужно нашему молодому поколению передать в полном объеме. Белек 1943 декабрінің сонында көйінің бошатмақтан әвел немселер инсанларыны евлеріне қапатып яқтылар. Юзден зияде ев янды, олардан тек 8-інде атеш сөндірілді. Қырым Мудислік ве педагогика университетінде де яқылған көйлерінің тарихы фаль шекілінде өгренілі. Алиухов юртындың студентлері бұл мевзуға бағышланған диплом ішлеріні язалар. Бөлелікнен бұл меселені яны севеге чықаралар. Не только в Крыму, но и в Белоруссии сожгли села, и в Польше, и в России, и в Словакии. Мы с ними устанавливаем связи и переходим на другой уровень. Сверхзадача – создать ассоциацию международную сожженных сел. Мұндан да ғайры февральның 13-інде Қырым Мундислік ве педагогика университетінде фаджаның 75 еллығына бағышланған мекязлы хатыра тедбірінің кетішігі планлаштыра.
Хрымның яш истидатлары. Ярмадамыздың ең кішік фокусчылардан бірі Вебір хач нефес чалғалетлерінден чалған уста оғланчық Ислам Виджат. Бұ бала чоқысы конкурсларының іштирақчысы ве ғалебі ола. Ләкін бұна бақмадан ояны мақсатларға ерішмеге әр вақыт азыр. Яш сайырбасынен Илмаз Аблакимова субетлешті. Сырбаз бір кімсіні алдатмай о тек өз ғалебетлеріні көстере ве еркезіні шашырта. Ислам Виджат да бойледір. Ахмеджетлі балачығымыз 10 ешіндадыр. О адей тәлебедір, ләкін оның мерағы адей дегілдір. О фокусларнен мерақлана. Тылсымжыны вазифесі инсанларының дықатының желп етіп сержелерге эстетик зев бағышламақтыр. Ислам анлатқанына көре сержелерінің көзлерінде бұйық севінші көрмек оның ичун бақтыр. Оғланчық өз программаларының чоқысы конкурсларда іштирак етте ве мукафатлар қазана. Шымды біле о мерақлы мәрифетлер көстере. Самый трудный фокус — это для меня волшебная колба. Фокуслар Ислам үшін тек хобби, о өз кележегіні музыкада көре. Оның планлары пек бұйық, о қырым татар нақмелеріні бұттын дүнияға танытмаға істей. Ислам енді дудук, зурна, қавал кебе чалғы алетлеріні чалмаға огренді. Ондан зияде есе кларнетінің бегенемде яш чалғычы. Оның арзусы да бұ чалғы алетнен бағлыдыр. Мне нравится кларнет. Он красиво звучит. Моя мечта — быть музыкантом и объехать весь мир с кларнетом. Яқында Кефе шерінде кечерілеже Қырым татар музыкасы фестиваліне Ислам Мисхор қызы есеріні азырлай. Оның ем оқывда емді чеші тавес етіп оғрашқан ішлерінде етіштірмеге қорантасы ярдым ете. Оғланын ана-бабалары баланың интишафны ве яны біршелеріні огренмеге истегіні көріп құваналар. Оның анасы Нияры ханым Исламны бір кемсе зорламай. О өз тешібісіні көстере деп байлаша. О емде қоранта насыл етіп қавиве фаль олғаныны сырыны açты. Это благодаря нашему бабашке, моему мужу Исмаилу, который сказал: Нияра, всю любовь даем детям, вкладываем в детей, потому что это наше будущее, это наше все. Келечекте Ислам лучше всех деген бала истедатлары телевизион шоусында иштирак етмеген ниет етте. Чықыш программасы шымдылық сыр қала. Қырымны истедат анда фокуслар көстережекмі, яда чалыжақмы, белі дегіл амамузбет дейгулар ваде етілгені бессе белі. Эльмаз Аблакимова, Асан Зивадинов, Миллет үшін. Бұл нұқтада янымыз сонына етті нәвбетіке рус тіліндегі хаберлеріні қачырманыз. Көрешмек үзіре.